Бәріңе сәлем, менің атым Еркина, және сіздер менің анамдастар. Және достар, көптен бері видео болған жоқ, ол үшін сіздерден кешірім сұраймын. Бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің ескі, яғни 1 жыл бұрынғы личный дневнигімді көрсететін боламын. Және де бұл видеоны қызықты болатынына сенімдімін. Сол себептен де менімен бірге қалыңыздар, ал мен видеомды бастаймын. Жаңа айтқандай, бұл менің 1 жыл бұрынғы ескі личный дневнигім, және оны мен жай ғана дәптерден жасағанмын, яғни простой дәптер, мұнда фамилиям жазып қойғанмын. Бірінші бетін ашатын болсақ, бұл жерде менде бірнеше беттерін қаптағыштың ішіне кіргізіп қойдым. Яғни бұл дәптер менде алғашында ағылшын тілінен сөздік дәптер болды. Жерлерін көрсетпей қояйын. Ал бұл жерде немного обо мне, яғни мен туралы факттар, мәліметтер. Менің сүйікті түсім фиолетовый, мен сүйікті спортым волейбол, сондай заттар жазылған. Келесі бетін ашатын болсақ, бұл жерде вкусняшки дейді. Яғни бұл жерде әртүрлі тәттілер, жвачкілер, сондай әртүрлі тәттілер жасалынған. Бұл жақ бетінде тоже. Ал бұл жерде маған 1 жыл бұрынғы класстастарымның жазған тілектері. Оқымай қояйын. Бұл жерде наклейкалар, яғни мен өзім қолдан жасаған наклейкалар. Бұларды жай ғана журналдағы бір распечаткілер, олардың бетіне скотчтар жабыстырып, артқы бөлігін алған кезде осындай наклейкалар шығады. Келесі бетін ашатын болсақ, бұл жерде бір қызықты бет деп айтуға болады, кішкене. Менде бұл жерде мынадай бір дүние бар, мына жердегі стикерді тартатын болсақ, ішінен наклейкаларды көруге болады. Вот, короче. Ал мұн жақ бетінде мен YouTube назга, сол YouTube жайында жазылған. Одан кейінгі келесі бетінде экспо көрмесі жайында жазғанмын. Мұн жерінде бір қалташасы бар. Бұл жерде экспо туралы сыр деуге боламын. Сонда білесі жазғанмын. Оқудың қажеті жоқ. Ал мұн жерде распечатки. Түрлі распечаткілер бар ішінде. Одан кейінгі бетінде менде менің 1 жыл бұрынғы қолдарым. Төбесіне күнін жазып қойғанмын, яғни 3-ші айдың 28 күнгі 1 жыл бұрынғы менің қолдарым. Олар осындай болған. Қазір де сондай. Одан кейін бұл жерде возьми счастье, бесплатно деп жазылған. Ал бұл жерде менің әрбір атымның әрбір әрпіне жазылған сөздер. Одан кейінгі бет уже жазға арналған бет болады. Қыздарға қажет заттар дейді, яғни бұл менде журналдағы сондай қыздарға қажетті бұйымдар. Одан кейінгі бет менде болашаққа хат жазғанмын. Қазір сіздерге оқып беремін. Болашаққа хат. Мен бұл хатымды болашаққа жазып отырмын, или жатырмын. Мен болашақта арманым, мақсатым ол ұбт. Мен ата-анамның үмітін ақтағым келеді. Менің жасым қазір 13-те. Мен өзімнің 10 жылдан кейінгі, яғни 23 жасымда түрімнің қандай болатындығын елестетіп көрмеппін. Жай ғана күту керек. Деппін де мұн жерге өзімнің болашақта қандай болғым келетіндігі жайында. Бір қыздың суретін жабыстырып қойғанмын, ол кезде бұл маған қатты ұнаған болатын, ал қазір ұнамайды. Бұл келесі беті, бұл жерде менде қара кесек жайында жазғанмын. Вот соның өлеңдеріменен. Өте әдемі, маған ұнаған беттер. Одан кейінгі беті менде доширак и конфеттер. Что-то қармаш кетті. Келесі бет менде досыма арналған бет, яғни мен жерде досыма арналған өлең шығарғанмын, өзім досыма берген мәліметім, оның жазған анкетасы, екеуміздің суретіміз. Жақ беті оқымай қояйын. Келесі қызықты мәліметтер, яғни пайдалы кеңестерді жазғанмын. Ал мұн жақ бетінде бір түсінікті. Одан кейінгі бетті менде бір күнім жайында жазғанмын. 2017 жылғы сәуірдің 6 күнгі менің өткен күнім. Басқа күндер секілді бұл күнде өтіп жатыр. Күнделікті сабаққа бару, келу. Бүгін бізге 6 сабақ болды. Ну ладно, бізге күнде 6 сабақ дейді. Қазір сол 6 сабақ бізге арман болып жүр, яғни 8-7 сабақтан дегендей. Қазір сағат 4 болды, мен сабақ оқыған жоқпын. Достар, сағат уже 9:30 болды. Папа қаладан келді. Әдеттегідей қаладан түрлі тәттілер алып келді. Қазір аздан кейін тамақ ішеміз, потом ұйықтаймыз, сосын ертең бір-біріне ұқсайтын күндер қайта басталады деп жазып қойыппын. Бұл жерге сол күн әкелген папамның тамақтарын салғанмын, даже чек кезін жабыстырып қойыппын.
Келесі бетін ашатын болсақ, бұл жерде мен туралы 15 факт деп жазған, суретке дейін жапсырған. Бұл жерден сіздер көбін білесіздер, бірнешеуін оқып берейін. Мен жаңбырдан кейінгі иісті және ақ балшықтың иісін жақсы көремін. Мен жаз мезгілін ұнатамын. Бұйырса 8-ші сыныпты бітіремін дейді, бітіріп кеттім. Мен тез ренжіп қаламын, но тез басыламын. Менің дауысым жоқ, бірақ өлең айта беремін дейді. Осындай бірнеше факттар жазғанмын. Көбін оқымай қояйын. Келесі бет тағы да қара кесекке арналған. Бұл жерде менде алдыңғы жылы өткен КВНнен бірінші орын алғандағы сурет. Одан кейін менде бұл жерде секрет деп жазылған екен. Осындай бір қалташамен жазған, қазір ашып көреміз. Құрсын ашып әуре болма, бәрібір ештеңке жоқ деп жазып қойыппын. Бір жыл бұрынғы менің почеркім. Одан кейінгі бетінде менде декоративный скотч. Бүткіл скотчым жабыстырып қойыппын. Ал мұнда менің бауырларым. Теперь в будущем должны, есік. Одан кейін Hello Лето уже жаз басталып кетті. И мына жерде мен жазда не қалайтын жайлы жазған болатынмын. Оқымай қояйық. Что я люблю Фаберлик дейді. Яғни мұндай бір қылташа жасағанмын жүрек. И бұның ішіне Фаберликтен нені ұнататынды салып қойғанмын суреттерін. Туған күнге дегенде көп нүкте салып қойыппын. Бұл жерде, яғни туған күнге қанша күн қалған санап жүрген болатынмын. Вот, басталды. 9 күн қалды, 8 күн қалды, 7 күн қалды, 6 күн қалды, 5 күн қалды, 4 күн қалды, 3 күн қалды, 2 күн қалды, 1 күн қалды. И туған күні. Яғни менің туған күнім маусым айының 6 күнгі жазғаным. Келесі бетінде уже back to school, яғни сабақтың темасы басталып кеткен. Бұл жерде осы 9-шы сыныпқа арналған маған мектептік заттардың тізімін жазып қойғанмын. Бұл жерде менде шкаф. Қазір менің шкафтың ішінде не бар екендігін көретін боламыз. Мұндай бір ұзын шкаф. И бұл жерде менде киімдер бүктеліп тұрған. Какой-то бірнеше. Сосын мұндай бір шкаф. Бұл жерде менде ілгіштелініп тұрған киімдер, менің киімдерім. Сосын мұндай бір тумбочкілер, футболка, шорты. Ал бұл жерге мұндай бір нәрселерді жабыстырып қойғанмын. Ал келесі бетінде менде çok настроением жоқ. Қарамен бояп тастап, мұндай смайл жабыстырып қойғанмын. Оның жақ бетіне мен бір немесе жасаймын деп ұмытып кеткенмін. Одан кейін мұндай бір бет, бұл жерде мен есімде қолыма шырпыны алып алып, осындай просто дәптердің бетін күйдірген болатынмын. Мен көзімді көріп тұрсыңдар ма? Сосын артына бір басқаша көріну үшін қара осындай бет жабыстырып қойған болатынмын. Өте әдемі. Келесі бетінде дым жоқ, яғни мен уже личный дневнигімді толтырмай кеткенмін. Болды достар. Бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса лайк басып, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.